Аялдамадан шыққан автобустың бір қалыпты үдемелі қозғалысының ішіндегі 3 секундта жүретін жолы 2,5 метр болатын болса, 5 секундта жүретін жолы нешеге тең? Енді бұл есепті шығару үшін біраз мұқият болу керек. Есепте байқалғандықтай, автобус аялдамадан шығатын болғандықтан, оның бастапқы жылдамдығы бізде 0-ге тең. Енді есеп бойынша байқасақ, бізге 2,5 метр ол біздің автобустың 3 секундтағы жүріп өткен жол емес, 3 секунд деп айтылған соң, ол бізге 2,5 метр, ол біздің а 3 квадрат бөлінген 2 а 2 квадрат, то есть ол біздің 1 секундта өтетін жолын айтып жатыр. Енді бұл жердегі ол бізде 5 тен 5а бұл жерде 1 метр секунд квадрат болатын болса, енді 5 секундта жүретін жолы дәл осы формула арқылы а 5 квадрат бөлінген 2 алынған а 4 секундтың квадраты бөлінген 2, ол бізге x-тен 25а алынған 16а бөлінген 2, ол бізге 9а бөлінген 2-ні береді. А 1 болатын болса, жауап 4,5 метр болады. Жауап А.